Айнұр мен Болаттың отасқандарына 16 жыл болды. Екеуі шын ғашық сезіммен бірін-бірі сүйіп бас қосқан. Екеуі де Байырғы қала тұрғындары. Болат қарапайым қызметкер болып еңбек жолын бастап, қазір мемлекеттік қызметте беделді қызмет атқарады. Айнұр тұрмысқа шыққалы жұмыс жасап көрмеген. Әу бастан-ақ күйеуі ер төстің адамы, әйел үйдің адамы деген ұстанымды ұстап, бұның жұмыс жасауына рұқсат бермеген. Оқыған оқуы болғанмен бар жағдайын жасаймын деп тұрған жары болған соң, Айнұрда жұмыс істеуге құлқы болмай, өзін үй шаруашылығына арнауды жөн көрген. Үйленгендеріне 1 жыл толғанда шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелсе, 1 жыл өтпей сүйкімді қызы болған Айнұрдың бар ойы осы сәбилерін аяққа тұрғызу болған. Болат жұмысқа ерте кетіп кеш келетін. Үй менен бала тәрбиесі толықтай өзінің мойнына түскен Айнұрдың іші пысатын уақыты да жоқ еді. Бар көңілін балаларына арнап, жақсы бала бақша таңдап, жақсы мектепке беріп, түрлі үйірме қосымша сабақтарға тасып жүргендіктен, екі баласы да сабаққа зерек, ақылды болып ер жетіп келеді. Қазір арманы 15-ке толса, қызы Ағарке 14-ке аяқ басты. Жоғарғы сыныптағырға көшкен екеуіне алдағы сыныпқа дайындалу үшін бар жағдайын жасап, үйдегі шаруашылықты дөңгелетіп, ас тағамдардың да түр-түрін дәмділеп жасаудан шаршамайтын Айнұр өзіне де көңіл бөлуге уақыт табады. Күйеуінің әкелген табысын ұқсататын ол үйінде жайнатып қойып, өзі де сұлулық салонына жиі барып, өзін өзі күтіп денесіне түрлі массаж, бетіне косметикалық күтімдер жасатып жүргендіктен мүсіні де бет әлпеті де жайнап тұр. Жасы 40-қа келіп қалғанмен де өз жасынан әлдеқайда жас шамасы көрінеді. Болат екеу әлі бір ай шәйдес көрмепті. Кей кезде бірдеңеге ренжісіп қалса, екеуі де бір-бірінен кешірім сұрап, тезірек татуласуға тырысатын. Жанындай жақсы көретін жан-жарын Айнұр ерекше құрметтеп, киіміне шаң жуытпай дәмді тамағын ертерек тұрып дайындап, таңғы асын беріп жұмысына шығарып салып, кешкілі қанша кешіксе де балаларын тамақтандырып, өзі тамағын суытпай күтіп отырып, екеуі шүйіркелесіп отырып шай ішкенді жақсы көретін. Қазіргі тұрып жатқан үйлері 3 қабатты өте әдемі. Есіктерінің алды шайқалған гүлдер, екеуінің де астында судай жаңа көлік. Қысқаша айтқанда 4 түліктері сай. Өмір бойы үйде отырса да Айнұр өзін өзі дамытудан шаршамайды. Қазіргі әлеуметтік желі арқылы жақсы тағам дайындаудан бастап, өзін өзі күту, жақсы сөйлеу, білу, онлайн, йога, фитнес дейсің бе, неше түрлі сабақтарға қатысып, тіпті еркектің төсек қатынасынан жалықпау үшін не істеу керек деген әйелдерге арналған курсты да оқып тауысқан. Қанша дегенмен 16 жыл бір болғаннан соң, күйеуінің ойыннан шығуға тырысып, түрлі төсек ойындарында ойлап тауып, жас қыздардай қылмыңдап тұратын келіншегін Болат та ерекше сүйеді. Себепсіз ақ түрлі сыйлықтар сыйлап, сезімін ыстық құшағымен білдіріп жүретін күйеуімен Айнұр да бақытты. Осылай жарқын күндерін бастан кешіп жатқан Айнұр кейінгі кезде Болаттың жұмыстан өте кеш, шаршап келетінін байқап алаңдап, «Бәке, бүгін тағы көңілсізсің ғой, бір жерің ауырып жүрген жоқ па?» деп қою шашын сынды. «Жоқ, жұмыс ауырлап кетті» деп қабағын түйген Болат шырылдап ала жөнелген телефонын алып, столдан тұрып сыртқа беттеді. Қолындағы кесесін ұсынған күйі жарты жолдан қайтарған Айнұр үнсіз ғана үстелді жинауға кірісті. Жаратып тамағында ішпеген күйеуіне алаңдап, қалған тамақтарды есік алдындағы қазан ошақ орналасқан жердегі тоңазытқышқа салып келуге асыға шықты. Күн суытып тұрған соң Болаттың үстінде де жылы киімін ала шыққан ол көз жүгіртіп еді, күйеуі көрінбеді. Тамақтарды салып болып, енді Болатты іздемекші болған кезде, шағындап қалған аяқ дыбысымен бірге күйеуінің дауысы естілді. «Иә, жаным, ертең сол жерде күтем», деді. «Кешікпей келсеңіз, жаным, әйтпесе бүгін үйге тым кеш оралдым. Жақсы, мен де сені сүйемін», деген сөздерді естіген кезде, Айнұрдың құлағы шыңылдап, көзі қаурауытып кетті. Тұрған орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Бұны байқамаған Болат ақырын басып үйге кіріп кетті. Басына жай түскендей болып, тұрған орнынан қозғала алмай қақайып қалған Айнұр біраз уақыт өткен соң ғана үйге кірді. Балалары да Болат та жатып қалыпты. Сонда да біраз ас үйге шыбырлап жүріп, күйеуі әбден ұйқыға кетті-ау дегенде жатын бөлмеге бірақ кірді. Болат шырт ұйқыда жатыр, ақырын барып қолына оның телефонын алып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті.
Бұрын соңында ешқашан Болатқа сенбеу, ол туралы жаман ой ойлау деген ойына келмейтін Айнұр күйеуінің телефонын өмірі тексеріп көрмепті. Дірілдеген қолдарымен WhatsApp желісіне кіріп, келген хабарламаларды оқуға кірісті. Мына бір Жан деген адамның жазғандарын оқып, құйқа тамыры шымырлап кетті. Жаным, бүгінгі керемет күн сыйлағаның үшін көп рахмет. Сені өше сағынып кеттім. Қашан ғана екеуміз мәңгілік бірге болар екенбіз. Сүйдім сені, сүйіктім деген жазуларды қайта-қайта оқыған Айнұрдың көздері тұманданып, қолдары дірілдеп кетті. Бағанадан өз құлағына өзі сенбей отыр еді. Бәрі шын екен ғой. Сондай қалай болғаны. Осыған дейін бұны аймалап сүйген, түрлі сыйлықтар сыйлап, шын ғашық деп ойлап жүрген жан жары сонда қашаннан бері басқа жанның құшағына тулаған. Ойына күйеуінің жігіттермен моншаға, балыққа, аңға кетіп бірнеше күн үйге қонбайтын кездері. Жұмыстан шаршап келдім деп үйге кеш келетін кездері келіп, жүрегін қызғаныш сезімі осып кетті. Не істесе екен, өз құлағымен естімесе, ешқашан Болат өзіне опасыздық жасайды дегенге сенбеуші еді. Құдая, не жетпейді екен оған. Бүкіл өмірін осымен балаларына арнап, көңілін тапқысы келіп, шапылдағаны үшін кінәлі ме? Ашуы келіп ұйықтап жатқан күйеуін төсектен жұлып алғысы келген. Бірақ ашуын ауыздықтай алады. Ал қазір айқайға басып оны үйден қуып шығар. Бірақ одан не тады? Жастайынан қосылып, бар жағдайын жасап, қызметтен қызметке көтерілуіне себепші болып, енді міне барлық жағдайын жасап алғаннан кейін дайын күйеуін қайдағы бір шөпшелкеге өз қолымен сыйлай салама? Жоқ, олай істегені дұрыс емес. Мүмкін бұл кездесіп күйеуінің басын айналдырып алған біреу шығар. Ал сол нақұрыс үшін жанұясын бұзып, балаларын тірі жетім жасайтын ақымақ емес бұл. Осылай өз ойымен күбірлеп, сабасына түскен Айнұр түк болмағандай төсегіне келіп жатқанмен, ұйқысы келмей таңды көзімен атырды. Таңертең әдеттегідей таңғы тамағын жасап, балаларын беттерінен сүйіп, мектепке, күйеуін жұмысына шығарып салды. Күндегідей құрақ ұшпай, салқын қабақ танытқан келіншегіне барлай қараған Болат. Айка, бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой, деді. Жай, әншейін, неке жүзігімді жоғалтып таба алмай қойдым деп, сылтауратқан Айнұр бұрылып кетті. Кеше ашуланып жүріп, лақтырып салған жүзігін іздеуге де құлқы жоқ. Енді сол жүзікті таққысы да келмейді. Үйде жалғыз қалған соң ішіндегі шынын шығарып, дауыстап тұрып жылап алған ол, үйінен тезірек шығып кеткісі келді. Өз қолымен әр дүниесін таңдап, мәпелеп сақтап, үйіне ерекше шырай кіргізгенді жаны сүйетін Айнұрдың енді еш нәрсеге құлқы жоқ. Осы үй жай деп жастық шағын сарып етіп, күйдім сүйдім деген жарының сөзіне малданып жүре беріпті ғой бейшара. Жылай-жылай әлі құрған ол айнаға қарап біраз тұрды да, телефонын алып Гүлжан құрбысына хабарласып, сол жаққа шығып кетті. Гүлжанға келіп көрген білгенінің бәрін айтып шағымданып, екеуі бір құты шарапты тауысып тастады. Ішкен шарабының буы басына ұрған Айнұр, кетем, ажырасамға басты. Құрбысы, ал ажырас, не ұтасың? Мені қарасаңшы. Ойбай, намысым бапталды, тапталды, опасыздық жасады деп бірінші күйеуді қуып шығып, екіншісіне тидім. Оның да көзіме шөп салғанын көтере алмай, көтінен бір теуіп жібердім. Балаларыммен жалғыз қалдым. Ешкім керек жоқ, мен кереметпін дегенмен де, кей кезде қасқырша ұлып кететінді сен білмейсің ғой деп, көзіне жас алған. Мені тыңда, ақмақ болма, өз-өзіңді қолың ал. Болатқа ештеңені білдірме, бірақ үйде де омалып отырғаныңды қой. Ертеңнен бастап менімен бірге таңертең фитнес залға, кешке бассейнге барамыз. Айттым, болды. Ерегескенде соған қарап, пір тұтқаныңды қойып, өз бағаңды көрсете біл. Әрі ойың бөлінеді, әрі күйеуің өзі томпаңдап қайтып келеді. Осы айтқаным келмесе мұрнымды кесіп берейін деген құрбысының ақылын қып болып, үйіне айтып қайтып келді. Үйіне келсе балалары ұйықтап қалыпты, ал Болат әлі жоқ. Сағат түнгі 11-ден асыпты. Кешегі хабарламаға қарағанда ол әйел сүлікше жабысып, күйеуінен айырыла қоймайтын сияқты. Бәрінен де Болатты айтсаңшы, Құдая айтыпты өңін бермейді. Қалай ғана адам осынша 200-ді болады екен. Тағы да неше түрлі ой жегесін жеп, дөңбекшіп жатқан Айнұр деп соңынан жүгіре жөнелген Дарханның алдына даяшы қыз кес-кестеген көз қиығымен байқаған ол тездетіп көлігін оталдырып жүріп кетті. Үйіне жеткен соң төсегіне киімшең құлай кетіп, өз-өзін сыбап жатыр.
Құдайы, жас қыздарша желігіп, өзі жете тани қоймаған жігіттің туған күніне барғанына шол болсын. Әрине, өзі келіп құшағына кірген әйелді кім басынбайды. Телефонына келіп түскен Дарханның: «Айнұр, кешірші. Өз-өзімді істей алмай қалдым. Кешірші мені» деген хабарламасын оқып, телефонын өшіріп лақтырып салды. Бірақ Дарханның өзін сүйіп қалған сәті есіне түскен кезде жүрегі ерекше өріпіп, беті алаулап кеткен ол. Салқын судың астында ұзақ тұрды. Ертеңіне жаттығуға бармауға бел буған ол, не істерін білмей, үйде бос сенделіп жүрді де қойды. Дархан неше рет телефон шалса да тұтқаны көтермейді. Болаттың телефоны тағы да сөндірілді. Жанын қойырға жер таба алмай, ештеңеге сауқы соқпаған ол көлігіне отырып, қала аралап келуге шықты. Ойы сан сақта жүгіріп, мазасызданып қалыпты. Қақтығысып қала жаздап, шошып кеткен Айнұр есін жиып, алмақшы боп, көлігін жол жиегіне тоқтатты. Терең дем алып, көзін жұмып біраз отырған соң ғана жан-жағына көз салды. Қайта орналасқан биік қонақ үйдің алдына келіп тоқтапты. Осы қалада туып өссе де, осы қонақ үйдің ішіне кіріп көрмепті. Таңертеңнен нәр татпағаны есіне түсіп, осы қонақ үйге кіріп түстеніп алғысы келіп, көлігіне түсіп, солай қарай бет алды. Екінші қабатта орналасқан шағын мейрамханаға келіп тапсырыс беріп, терезеге қарап үнсіз ойланып отырды. Мына жүрісіне жол болсын, өз үйінен безініп, көше кезіп тентіреп жүргені қайсасқаны. Неге кешеден бері өрікпіген жүрегі басылмайды? Дарханды ойласа болды, жүрегі тарсылдай жөнелетін несі? Құдай-ай, ол өзінің ұлы арманнан 10 жасқана үлкен емес пе? Тіпті ол туралы ойлауының өзі ұят емес пе? Кенет терезеден осы қонақ үйден құшақтасып, әлденен айтып көңілдене шыққан жұпқа қарап қалған ол көзін уқалай бастады. Жоқ, еш қатесі жоқ. Болат қой. Қасында келіншектің құлағына әлденен сыбырлап күліп, белінен қапсыра құшақтап алып, алыстап бара жатқан күйеуіне қараған Айнұрдың астындағы жер қозғалып кеткендей, темі тарылып, көзі қарауытып кетті. Сонда қалай болғаны? Жол сапарға кетті деген күйеуі танауының астында осы қалада нақ сүйерімен тайраңдап жүргені ме? Не деген опасыздық, малғұн еді. Ішіндегі ашу ызасы бетіне шығып, қызарып кеткен Айнұр даяшының әкелген тағамына да қарамай, қалтасынан бір уыс ақшаны санамай тастай салып, жүгіріп көлігіне отырды. Болаттар кеткен жаққа қанша қарағанымен, олар көріне көрмеді. Машинаның рөліне басын қойып, шарасыздықтан еңіреп жылап отырған Айнұрдың ойын шырылдаған телефон бұзды. Дархан қой, таңертеңнен үздіксіз телефон шалған. Дарханның нөміріне қарап отырып, тұтқаны көтерді. Айнұр, өтінем, тұтқаны қоймашы. Кешірші, мен ақымақтық жасаппын. Қалай болғанын өзімде ұғына алмай қалдым. Жанұшыра жылдамдатып сөйлеп жатқан Дарханды тоқтатып, саған өзім хабарласам, деп тұтқаны қойды. Көз жасын сүртіп, айнаға қарап, қызарып кеткен бетін обалап, біраз отырды да, шешімді түрде қонақ үйге кіріп, Болаттың жатқан нөмірін сұрап біліп алды. Қонақ үйдің есігінен көзін алмай 2 сағат отырған ол, көп адамның ішінен алшаң басып келе жатқан күйеуін жазбай таныды. Қасында күлімдеп келе жатқан келіншектің де өңі таныс сияқты. Бір жерден көргені әбден анық, толықтау денелі, шашы иығына түскен, әкетіп бара жатқан әдемілігі де жоқ шамалы. Қанша жыл отасқан жан жары мен балаларын ұмытып, құшағына құлайтындай не сиқыры болды екен. Бұл сылғымның лықсып келген ашуын әрең тежеп, екеуі есіктен кіріп кеткеннен соң 10 минуттай қимылсыз отырған Айнұр жүрегі басып, бағана біліп алған нөмірдің есігін қақты. Бұл кім? Кешіріңіз, сізге хат тастап кетті, деді даусын өзгертіп. Есікті ашқан белінен жоғары жалаңаш күйеуіне ашу ызаға толы жанарымен қарап қалған Айнұр. Қарап ет, опасыз деп, тістене сыбырлап, бетіне бұлш еткізіп түкіріп, бұрыла сала жүгіре жөнелді. Айка, тоқташы, деген күйеуіне қайрылып қарамады да, жүгіріп келіп, көлігін оталдырып, орнынан ұша жөнелді. Бірталай көшені басып өтіп, ызғытып келіп, бір жерге келіп тоқтаған соң ғана өкіріп жылап жіберді. Телефоны үздіксіз шырылдауды. Бір қарап еді, Болат екені көрінді, лақтыра салды. Көз алдына манағы көрініс қайта келіп, өксігін басалар емес. Төсекте керіліп отырған келіншекті де жазбай таныған. Күйеуімен бірге жұмыс істейді. Бірнеше рет отырыстарда бірге болған.
Қателеспесе ол да үйлі баранды еді ғой. Бұнымен жақын құрбысындай әңгімелесіп, Болатты мақтап, керемет құрметтейтінін айтып, қылымсып отырған түрі есіне түсіп, сығырданы қайнап кетті. Қалайша ғана дәті бәрді екен, қашаннан бері екеуі бірге. Тіпті сол отырыстың өзінде бетіне күліп қарап, ішінен бұны мазақ етіп отырдым екен. Сансыз сұрақ жүйкесін жегіде жеп, өзегі өртеніп барады. Біраздан соң Айнұр бір шешімге келгендей, телефонын алып Дарханға: "Сен қайдасың?" "Иә, ол жерді білем. Қазір келем" деп тұтқаны қойды. Қайта Болат телефон шала берген соң телефонын өшіріп тастап, көлігін от алдырды. Дархан өзінің кінәлі саналып, қибақтап есі шығып тұр. Бұның жылап-жылап, ісіп кеткен көздеріне қарап: "Айнұр, бәрі дұрыс па? Өңің кетіп қалыпты ғой. Не болып қалды?" деп алаңдады. "Ештеңе де дұрыс емес" деп бастап алған Айнұр ішіндегі қайнап жатқан сырын бір-ақ ақтарып тастады. Іші босанғанмен көңілі жайланар емес. Жанын қоярға жер таба алмай отырған, оны құшағына қысқан Дархан: "Мынадай қалпыңмен қалай көлікті өзің жүргізіп жүрдің? Жүр, мен сені үйіңе жеткізіп тастайын. Бірдеңеге ұрынып қаларсың" деді Шаймен. "Жоқ Даркен, Дархан, тек үйге емес. Мына түрмен балаларымның көзіне қалай қараймын? Бір жерге барып демалып алайыншы. Шаршап кеттім" деп кішкене баладай жәутеңдеп отырған Айнұрдың қолынан ұстап, орнынан тұрған Дарханның артынан ілесіп жүре берді. Екеуі Дарханның жалдамалы пәтеріне келді. Шыпыны ғана бөлменің іші таптаса. Бәрі өз орнында тап-тұйнақтай жиналған. Бөлменің ортасында не істерін білмей тұрған Айнұрдың әлі бітіп, басы айналып кетті. Таңертеңнен қара суда ішпеген ол, бүгінгі көрген сұмдықтың соң есін жия алмай, меңіреу адамдай теңселіп тұр. Айнұрға күлімдеп қарап: "Енді патша сарай болмаса да тұрып жатқан жерім осы. Сен демалып ал, ештеңеге алаңдама. Бәріне орнына келер. Мен біраздан соң келем" деген Дархан бұны тастап, өзі шығып кетті. Дарханның төсегіне құлай сала, көзін тарс жұмып жатқанымен жетесін жегідей жеген мың сұрақ мен жеп барады. Әрі қарай не істеу керек? Есейіп қалған балаларына әкелерінің жасаған опасыздығын қалай түсіндіреді? Өтпелі кезеңде мектепті бітіремін деп дайындалып жүрген олар мына жағдайды қалай қабылдар екен? Бүгінгі көрген жағдайдан соң күйеуінің қасында түк болмағандай жүре алмасы айдан анық. Ал бірақ ажырасып кеткен күнде әкелеріне бауыр басып қалған балаларына дұрыс тәрбие бере алады ма? Өмір бойы жұмыс істеп көрмеген бұл енді жанұяны асырардай қаржы таба ала ма? Неге бүгін жан құрбысы Гүлжанға емес, Дарханға келіп мұңын шақты? Бұның осалдығын пайдаланбай, өзі келіп тұрған келіншекті үйіне әкеп тұрып, жағдайын жасап шығып кеткен Дарханның шынымен де бұған деген көңілі бар ма? Кешегі қылығы ешқандай да басынғандық емес. Шынымен де ғашықтық сезім бе? Неліктен Дарханды ойласа, өзінің жүрегі өрік болып кетеді? Бұның да жүрегінде оған деген сезім ұшқыны оянып үлгерді ме? Жауабы жоқ мың сұрақтан қалжырап ұйықтап кеткен Айнұр оянғанда күн алаң көлеңке болып, кеш батып қалыпты. Анадай жерде дастархан жасында отырған Дархан бұның оянғанын көріп, қасына келіп құшағын алды. "Қалай, кішкене демалып жеңілденіп қалдың ба?" "Дархан, кешірші мені. Проблемамен сенің мазаңды алғаным дұрыс болмады. Кеш болып қалыпты, мен қайтайын. Балалар алаңдап отырған шығар." Екі қолымен бұның бетінен ұстап, өзіне қаратып алған Дархан: "Айнұр, мен сені алғаш көрінгеннен ұнатып алдым. Кешегі қылығымда сені басынайын дегеннен емес, шын жүрегімен шыққан талпыныс еді. Арам ойым болса бүгінгі сенің жағдайыңды пайдаланар едім ғой. Бірақ мен сенің келісіміңсіз күйеуіңе деген ашуыңды өз пайдама жаратқым келмейді. Қандай шешім қабылдасаң да, сенің тілеулесің болам. Себебі шын сүйемін сені" деді ендігі. Ыстық демі бетін шарпыған жігітке таңырқай қараған Айнұр, оның жасына сай емес байсалдылығына тәнті болып, құшағына құлай кетті. Бірақ әлде бір күш тежеп, аптыққан жүрегін басып, есін жиып, өзін қолына алған ол жігіттің құшағынан сытылып шығып: "Дархан, мүмкін шынымен-ақ сенің маған деген көңілің ақ шығар. Бірақ мен сенің сезіміңді қабыл ала алмаймын. Арамыздың 13 жас екенін ұмытпа. Мен сені жанашыр бауырым бар деп есептейін. Одан артықты менен талап етуіңнің өзі ұят. Алда не боларын кім көрсетер? Бүгінгі күнге тағы да рахмет саған" деп ендігі әр сөзін бөліп айтқан ол
икемге келмей дірілдеп тұрған аяқтарын ақырын басып шығып кетті. Ішкі жан дүниесі: Айнұр, қайт, сен де оны сүйіп қалғаныңды жоққа шығарма, сен де бақытты болуға лайықсың деп айқайлап жатса да, ішкі сезімін тұншықтырып көлігіне келіп отырды. Иә, бәрін дұрыс деді. Бұның жүрегінде Дарханға деген сезім оянуы мүмкін емес. Ондай ессіз махаббатқа бой алдыратын ақымақ емес бұл. Бұның бәрі күйеуіне деген реніш, ашу-ызадан туған дүние, ешқандай сезім емес. Өз-өзімен күбірлеп аласұрған жүрегін басып, терең демалып біраз отырды. Бағана лақтыра салған телефонын ашып қарап еді. Болаттың және қызының бірнеше рет телефон çalғанын көріп, дереу қызына хабарласты. Арғы жақтан: мама, сен қайдасың деп еңіреп жылаған дауыс естіді. Жүрегі таусылдап: не болып қалды, ағарке дұрыстап айтшы деп айқай салды. Папам көлік апатына түсіп қалыпты, ауруханадан хабарласты. Сені таба алмаған соң Арман мені үйге тастап кетті. Өз ауруханаға кетті. Қазір келем, сыртқа шығып тұр. Бірден ауруханаға кетеміз деп асығыс көлігін оталдырды. Ауруханада дәлізіне де абдырап, есі шығып тұрған ұлы жылап жіберіп құшақтай алды. Мам, қайда жүрсің? Машинам істен шығып, телефонының қуаты өшіп қалыпты, не дейді? Папаңды көрдің бе? Жоқ, отаға алып кетіпті. Әлі ешкім шыққан жоқ, 1 сағат болды. Екі баласын құшағына алып, беттеріне кезек-кезек сүйіп, алаңдамаңдар, бәрі жақсы болады деп, алдау сұратып қойғанмен көңілі алай-дүлей. Қанша иттік жасаса да 16 жыл отасқан жары, балаларының әкесі емес пе? Шын көңілімен Аллаға жалбарынып, күйеуінің аман қалуын тілеп отырғанына біраз болды. Үрпейісіп әкелерін уайымдап отырған балаларына қарап, өзінің Болатқа жіпсіз байлаулы екенін ұғынды. Ота бөлімінен шыққан дәрігерге жүгіріп барып, зор үмітпен қарап тұрған үшеуіне: біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Жағдайы өте ауыр, ендігі жағдайы науқасқа байланысты. Өмірге құштарлығы болса есін жияр деген дәрігер шаршаңқы түрмен алыстай берді. Енді тек күту ғана қалды. Қолдан келер қайран болмаған соң балаларын үйге қайтарып, жансақта бөлімінің алдын күзетіп отырған Айнұрға Дархан хабарласты. Болған жайды баяндап, енді өзін мазаламауын өтінген Айнұр бәрін ұмытып, өмірін жаңа парақтан бастауға бел буды. Тек Болаты аман қалса екен, балаларының бақыты үшін бәрін кешіреді. Тек қана есін жиса екен. Осылай жабулы еске жалтаңдап, жалбарынып отырып, таңды көзбен атырды. Бір орында қозғалмай отырғаннан денесі үйіп, белі сынып барады. Бір кезде анадайдан өзіне күлімдеп келе жатқан Дарханды көріп, таңырқағанынан жасыра алмай: сен қайдан жүрсің? Таңғы 6 ғой деді. Саған түске басар ыстық шай алып келдім. Кешеден бері нәрсіз баған шығарсың. Кеше бауырым деп кетіп едің ғой. Осындайда іздемесем, несіне бауыр болам деп көзін қысып қутыңдап алған жігіт лезде салмақтанып: Айнұр, бәрі жақсы болады, уайымдай бермеші деп жанына жайғасты. Әкелген тамағын жегізіп, термосқа құйып әкелген қою күрең шайын ұсынған жігітке риза болған Айнұрдың да шаршағаны басылғандай, көңілі жадырап қалды. Екеуі әрнен айтып көбірлесіп, есікке жылтыңдап қойып отыр. Мама, папам қалай? Дарханмен сөйлесіп отырып, қастарына келіп қалған қызын байқамай қалыпты. Ағарке, сен қайдан жүрсің? Сендерге өзім хабарласамын дедім ғой, сабағың қайда деп. Сасып қалған Айнұр орнынан атып тұрды. Сабаққа дейін саған соғып кетуге келдім. Папамды уайымдап ұйықтай алмадым. Саған тамақ алып келдім деп Дарханға сұраулы көзбен қарап тұрған қызына: әзірге ешқандай өзгеріс жоқ. Есін жиса айтамыз деген Гаухар апайың тамақ беріп жіберіпті. Танысып қой, мына кісі Дархан аға. Гаухар апайыңның бауыры деп өтірік айтқанына ұялып, қызарған өңін көрсеткісі келмей бұрылып кетті. Сен алаңдамай сабағыңа бар, бәрі жақсы болады. Әкең оянғанда бірден телефон çalамын деп қызын шығарып салды. Болат ауруханада ұзақ жатты, бірақ дәрігерлер оның алған жарақаттарына қарамай, өте жылдам сауығып келе жатқанына таңырқағандарын айтып: бәрі әйеліңіздің арқасы, сіз осында түскеннен бері осы жердің тұрғыны болып кетті апайымыз деп қалжыңдаған сайын, әйеліне мейірлене қарап, көңілі марқайып қалатын ол тезірек үйіне шыққысы келіп, өзі де ерекше төзімділікпен ауруына төтеп беруге тырысты. Соның арқасында тек аяғын сылтып басатын болмаса, басқа жарақаттарынан құлан таза айығып, ауруханадан шығатын күні де келіп жетті.
Аман есен үйіне шыққанына біраз туыстары достары жиналып болып, Айнұр бар өнерін салып дастарханын жайнатып, қонақ күтуге дайындалып сүр жүгіріп жүр. Қонақтар жиналып болып қалғанда Гаухармен бірге бір құшақ гүлін құшақтап кіріп келе жатқан Дарханды көріп, Айнұрдың көзі шарасынан шығып кете жаздады. Жүрегі алқымына тірелді. Айнұрға гүлдерін табыстаған Дархан Гаухарға ілесіп төргі үйге өте берді. Так, товарищи, минуточки внимания, деп айқайлай кірген Гаухар Болаттың бетінен сүйіп, ал аман есен сау өз үйіңе оралуыңмен. Бүгін сенің екінші туған күніңді құттықтаймын. Бірақ бұл туған күн менің алтын подругамның арқасы болып жатыр. Солай емес пе, достар? Үй іші сол кісінің мен сияқты адал достарының арқасында. Вот, сондықтан да мен өзімен Айнұрға қиын кезде қол ұшын созған өзімнің бауырымды да ертіп келдім. Танысып қойыңыздар, аты Дархан деп, өзіне тән еркіндікпен дастархан басына жайғасты. Әрі қарай бәрі қауқылдасып, түрлі тілектерді ақтарып, тәтті тағамдарға тамсанып, көңілді отырыс басталып кетті. Айнұр әрін сылтауратып ас үй жаққа жүгіре берді. Төргі үйге кірсе Дарханмен көзі түйісіп қалса болды. Денесін тоқ соққандай беті қызарып, абдырап қала берген соң, ол жаққа аяғы баспай қалды. Ас үйге артынан ілесе келген Гаухар: Айнұр-ау, саған не болды? Дарханға қарасаң болды, помидор болып, жас қыздардай асып-сасып, қаша жөнелгеніңе жол болсын, деді құлағына сыбырлап. Гаухар, мұның не? Неге онда мұнда ертіп келдің? Несі бар? Сені сұрап құлағымның етін жепітті. Қызай, кажется, шынымен сені сүйіп қалған сияқты. Енді бейшара сені көріп, мауқын басып алсын. Қарағанның өңін тайып кетпес деп, сықылықтап күлді. Үзіліс кезінде Дарханның қызы Ағаркемен әр нәрсені қызу талқылап тұрғанын көрген Айнұр, мына кештің тезірек өз мәресіне жетуін іштей тілеп, жылдамдатып шай қамына кірісті. Тіпті Дарханның төр бөлмеге кірмегенін қалап, қызын да шақырмай әп сәтте шай дастарханын өзі жасап тастады. Екінші дастарханында Дархан жаққа қарамауға тырысып, өтірік күлімсіреп отыра берді. Қонақтар риза болып қайтқан соң қызы екеу ыдыстарды жинастырып, ас үй жақта жүріп алды. Бұның мына қылығына риза болмай шыдамсызданып, қыздар-ау, ертеңде күн бар емес пе, жатып демалсаңдаршы деп күйеуі қайта-қайта келгіштей берген соң, қызынан ұялып, еріксіз жатым бөлмеге бет алды. Ақырын келіп шешіне бастаған сол еді: Жаным, сені қатты сағындым. Қасымда жүрсең де құшақтап, құмарымды қандыра алмай қиналып кеттім ғой деп, артынан келіп құшақтай алған Болат мойнынан, құлағының түбінен ескеріп, қолдарымен қос анарын умаштап, өзіне қарай тарта жөнелді. Мұндай кезде бұрындары балқи кететін денесі Болаттың қолдары тиген сайын шымырлап, домбыраның қылын тартқандай қатайып шыға келді. Оның мына жағдайын байқаған Болат: Жаным, бәрі дұрыс па? Не болып қалды деді, ентігін баса алмай. Болат, не болды деп сен менен сұрап тұрсың ба? Саған не болып қалды? Неге сен бәрін ұмыттың? Сонда сен ана әйелді де дәл осылай аймаладың ба? Бетін ыстық жас жуып, өңешіне тірілген өксіктен демі тарылып кетті. Қойшы жаным, кешірші мені, кешші. Жаздым, жаңылдым, кешірші. Сен мені кешірдім деп едің ғой, деп есі жығып бетінен, көзінен шөлпілдетіп сүйе жөнелген күйеуін өзінен итеріп: Болат, сен менің жүрегімді тесіп жібергеніңді ұғасың ба? Мен сені кешірдім дегеннен ол тесік бітеле қалам екен. Саған сенген көңіліме үңірейіп, сыза түсіргеніңді білесің бе? Кешірдім сені дегенмен оның орны тола қалама. Сені бөтен әйелдің құшағында көрген кезімде ұмыту үшін ойып алып тастау қолымнан келе ме? Түйсінген миымды өшірердей қауқарың бар ма? Жоқ, Болат, сен мені кешір. Мен қазір сенің құшағыңа кіруге дайын емес екенмін. Балаларым үшін отбасымызды сақтап қалу үшін тырысып бағамын. Бірақ тек бүгін емес деп, егіліп жылап жіберді. Көз алдында шөгіп кеткендей болған Болат иығы салбырап бөлмеден шығып кетті. Жылаған күйі көрпесіне оранған Айнұр теріс қарап жатып қалды. Болат сол беті бөлмеге қайта кірмеді. Таңертең балалар сабаққа кеткен соң екеуі оңаша қалғанда Болат келіп: Айнұр, сенің көңіліңді қатты жаралағанымды түсінемін. Өзімді сенің орныңа қойып, күнмен өкініммен жүрегім өртеніп кетті. Бірақ өкінгенмен қайран бар ма? Түсінемін. Шайтан айдап кешпес қателікке бой алдырдым. Қолымнан келсе бәрін өзгертер едім. Бірақ өткенді өзгерту қолымнан келмейді. Мүмкін мені апатқа түсірген Алла сол қателігімді түзетсін. Күнәмді
Шуып шайсын деп қайта қайтарған шығар. Алла берген мүмкіндікті зая кетірмеші. Енді өткенге қарап өкіне бермей, алдыңа қарап бірге қадам басып көрейікші, өтінем. Маған сенші, сенің қадіріңе жетем. Енді қарай көзіңнен жас шығармауға тырысамын, деді көзіне тура қарап. Өзінің бұрынғы болаты қайта келгендей, жүрегінің төкпірінен бір кішкене ұшқын алаулағандай. Айнұр, я Алла кешіргенде, мен кіммін? Деп үнсіз болаттың құшағына ене берді. Міне, содан бері 5 жыл өтті. Ұлы 20-ға толады деп қуанып кешке келетін қонақтарына дастархан жаюдың қамымен жүгіріп жүрген Айнұр далада көп пісіретін пешін дайындап болып, сылти басып келе жатқан күйеуіне қарап күлімсіреп қояды. Немене папасы, Құдай қаласа жақында ата-апа болып қалуымыз да әбден мүмкін сияқты ғой. Ұлыңның бүгінгі сәнденген түрін көрдің бе деді. Несі бар? Болсақ боламыз. Тек сені түріңе қарап тым жастың деп апалар қатарына кіргізбей қойып жүрмесе деп еркелетіп маңдайынан сүйген күйеуі дайын еттерді алып далаға беттеді. Күйеуінің соңына қарап тұрған Айнұр тәубе, осы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір деп ойға шомып кетті. Күйеуін шын жүрегімен кешіріп, татуласқан соң мойнынан бір алып күш түскендей болған. Өмірге деген ынтазарлығы оянып, бұрынғыдай риясыз күлетін халге жетті. Үйлерінде болып кеткенінен соң бірнеше рет телефон шалған Дарханға қанша түсіндіруге тырысса да, мазасын ала берген соң телефонын бұғаттап тастады. Гаухар арқылы кездескісі келетінін айтып қоймаған соң құрбысына: «Гаухар, мен Болатпен бақыттымын. Маған одан басқа ешкім керек емес. Енді қайта маған Дархан туралы айтатын болсаң ренжісеміз» деп қатты айтып тастаған соң ол да ақылға келген. Сөйтіп ол сол үйлерінде көргеннен кейін қайта Дарханды кездестірмеді. Оның қайда екенінен хабарсыз. Өзінің сол кезде ессіз махаббаттың жетегінде кетпей, ақылға салып, Болатты кешіре алғанына еш өкінбейді. Соның арқасында балалары керемет болып есейді. Бүгін арманы: мен бір қызбен кездесіп жүрмін, мүмкін таныстырам деп еді. Ағарке келіп: мүмкін екеуміз бірге таныстырсақ қалай болады? Менің де сүйгенім бар деп шымиған. Арманның ғашығы барын бұрыннан білсе, Ағаркенің шаңалығы бұл үшін күтпеген тосын сый болып, не дерін білмей, аузына сөз түспей қалды. Міне, бүгін қос құлыншағы өз қалауларымен үйге ертіп келмекші. Сондықтан да ерекше қобалжып, не істеп не қойғанын білмей әбігер болып жүр. Арманмен ілесе келген әдемі нәзік қыздың маңдайынан сүйіп, үйге кіргізіп алған ол болашақ келініне ұрланып қарап қояды. Алла бақтарын ашсын деп, ішінен бақыт тілеп, риза болған Айнұр енді Ағаркенің келуін тосып отыр. Сыртқы есік ашылып, қызының артынан еріп келе жатқан жігітті көргенде қолындағы ыдысы жерге түсіп, өңі бозарып кетті. Дархан дәп өзі. Аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей, қол аяғынан жан кетіп, жүрегі алқымына тірелді. Өңі бұзылып кеткен әйеліне бір қызымен Дарханға бір қараған Болат ештеңені оғалмай тұр. Ағарке күлімдеп: «Мама, саған не болды? Бұл Дархан ғой, сендер оны бұрыннан танисыңдар. Гаухар апайдың бауыры» деп анасының мына жағдайын оғалмай әлек. Дарханның жанары өңменінен өтіп бара жатқан, көзін тайдырып алған Айнұр денсаулығы сыр бергенін айтып, төсегіне жатқан күйі орнынан тұрмады. Кештің сәні кетіп, жастар кетуге жиналды. Балаларды шығарып салып Болат қасына келіп ұзақ отырғанмен, жұмған аузын ашпаған күйі жатып алған Айнұр ләм-мем деп тіс жармады. Ертеңінде қызын оңаша шақырып алып: «Қызым, Дарханмен қашаннан бері біргесің? Оның сенен қанша жас үлкен екенін білесің бе?» деді. Қатулана қарап: «Арамыз 11 жас, бірақ мама, мен оны сүйемін. Махаббат жасқа қарамайды емес пе?» «Жоқ, мен қарсымын. Бүгіннен бастап онымен кездескеніңді доғар». «Мам, менің өміріме араласатындай қандай хақыңыз бар? Мен өзім білем, кіммен кездескім келетін». «Қызым, тыңдашы, ол сені сүймейді. Оның сені сүюі мүмкін емес». «Неге? Неге олай ойлайсыз?» «Себебі сенің ойлағаның махаббат емес. Менің ойымша ол сені алдап жүр. Ондай ессіз махаббатқа жол бере алмаймын. Айттым, бітті» деген Айнұр сөз бітті дегендей орнынан тұрып кетті. Анасының мұна мінезіне таң қалып, онымен келісе алмаған қызы ренжіп, анасынан сырт айналып кетті. Содан бері мазасыз кеткен Айнұрдың миын мың сұрақ жеп барады. Не істесе екен?
Өз ойынша Дархан бұдан өш алу үшін Ағаркенің басын айналып жүр. Бірақ мүмкін, шынымен де Дархан қызын сүйіп қалса ше. Қызының оны үшін сүйетіні көзінен білініп тұр. Қарсылық білдіріп қызының бақытына балта шауып отырған жоқ па? Әлде Болатқа айтпаған сырын ашып ақыл сұрап көрсем екен. Сонда не айтады? Тіпті шынымен де бұның жүрегінің төкпірінде сезім оты болды ма? Шынымен ақ бұның жүрегінде ессіз махаббат орын теуіп еді. Оны өзі де ұқпайды. Бірақ Дарханды көрсе әлі күнге жүрегі ерекше өрекпіп кетуін қоймаған. Әлде Дарханмен кездесіп анығын білсем екен. Әлде қайткен күнде де оны күйеу баласы ретінде қабылдағысы келмейтіні бір Аллах қақы. Басы қатқан мың сұраққа қандай жауап тапса екен? Осылай сырын ақтарған кейіпкерім сіздерден көмек сұрайды. Құрметті тыңдармандарым, менің әңгімем өз мәресіне жетті. Қалайша, неге аяқсыз деп сөгек шармаңыздар. Себебі кейіпкерім әлі де бір шешімге келе алмай. Қыз екеуінің араларындағы түсініспеушілікті қалай реттерін ұқпай. Дарханның пейілінің шынайы екендігіне көзі жетпей. Енді қандай қадам жасарын білмей, сіздердің орталарыңызда отыр. Ал мен тек барынша кейіпкерімнің басынан кешкенін, ішкі жан дүниесін ашып көрсетуге тырыстым. Енді сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Өмір атты бұралаңның қойған сан сұрағына не деп жауап бересіздер? Не ақыл қосасыздар? Жазыңыздар. Кейіпкерім оқып, керегін жаратсын. Әңгіме насыл айтпасып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Баланың даусы шығып жатыр деп сөге көрмеңіздер. Балалы үйі базар демекші, балаларымыздың даусы арасында осылай шығып тұрады. Айып етпеңіздер. Менің әңгімемді тыңдаған әрбір жанның үйі жанға, сырты малға толсын. Бақ дәулетті, ырысты және дені сау, өмір жасы ұзақ болсын. Болат келгенде өтірік ұйықтаған бола қалды. Ақырын қасына жатқан күйеуі көп ұзамай қорылға басты. Онысы қалжырап, шаршап жатқан Айнұрдың жүйкесіне тигендіктен орнынан ақырын тұрып кетіп, басқа бөлмеге жатуына тура келді. Сөйтіп өмірінде бірінші рет жар төсегінен жерініп, бөлек жатқан ол өмірінің енді қайтып бұрынғыдай болмасын сезініп, күрсінумен өтіп жатыр. Таңертең ешкім тұрмай жиналып далаға шығып кеткен Айнұр Гауһар айтқан фитнес орталығына бет алды. Бұрындары құрбысы қанша шақырғанмен бұндай жерге тек ақшасын бекер шашатын еріккендер барады деп есептейтін еді. Жаттығуға арналған киімін ауыстырып, еміне кірген бұны қарсы алған жігіт: «Ой, сұлу бекеш, қош келіпсіз. Сізді біздің орталықта көргеніме өте қуаныштымын», деп осы жердің тәртібімен таныстырып, өзінің бүгіннен бастап бұның жеке жаттықтырушысы болатынын айтқан. «Атым Дархан, қандай сұрақтарыңыз болса да жауап беруге дайынмын» деген күлімсіреген жігітпен бірге түрлі жаттығулар жасауға кіріскен Айнұр уақыттың қалай өткенін сезбей қалды. 1,5 сағат лезде өте шығып, жуынып шайынып, бұл жерден шыққан оның үйге қайтқысы жоқ. Ойланып тұрған оның ту сыртынан келген Дархан: «Айнұр, сіз әлі қайтпағансыз ба? Мына жерде керемет дәмді кофе дайындайды. Менімен бірге таңғы ас ішуге қалай қарайсыз?» деді. Бұрынғы өзінің жұмағым деп санайтын үйі аяқ астынан өзіне жат болып қалған Айнұр қуана келісті. Әдемі жабдықталған кафеде баяу әннің ырғағы құлаққа жағымды естіліп, қанша уақыт аласұрған көңілі жай тапқандай. Дархан алдамапты, кофе өте демді екен. Қарсы отырған Дарханға барлап қарап қояды. Аққұба өңді, қою қара шашты, тал бойында бір мін жоқ десе де болады. Әсіресе нұрлы көздерін жапқан қалың кірпіктері талай қыз қызығатындай екен. Екеуі әңгімелесіп бірталай уақыт отырды. Дархан қалаға жақында ғана келіпті. Әке шешесі ерте дүние салып, нағашыларының үйінде тәрбиеленген екен. Жастайынан спортқа жаны жақын болып, түрлі жарыстардан жүлделі қайтып жүрген. Ол сабақтардан айтарлықтай жетістік көрсетпесе де, физкультура институтын ойдағыдай аяқтап, ауылда 1 жыл дене шынықтыру пәнінен сабақ беріпті. Жақында анасының орнын басқан нағашы апасы дүние салып, ауылдағы аға жеңгесінің ауыртпашылық салғысы келмей, үлкен қаланы бағындыруға келген беде екен. Жалдамалы пәтерде тұрып жатқан соң мынадай беделді орталыққа жұмысқа кіргеніне өте қуанышты. Дарханның әңгімесін тыңдап отырғанымен Айнұрдың ойы басқа жақта. Шынымен де Гүлжан дұрыс айтыпты, ойы бөлініп, 4 қабырғада өзін өзі жұлып жегенше, мұнда келгені дұрыс болған екен. Дарханмен қоштасып үйіне келсе, ас үй үстелінде бір жапырақ қағаз отыр.
Айнұр, мен 10 күнге жұмыс бабымен жол сапарға кеттім. Саған телефон соғып едім, алмадың. Бетіңнен сүйдім деген. Болаттың хатын оқып телефонын қолына алды. Иә, шынымен де 7 рет телефон шалған екен. Жаттығу уақытында телефонын шкафта қалдырған ол тексермепті де. Бұрын балаларға үйіне алаңдап, бір жерге шықса қайта-қайта телефонын тексеретін ол. Бүгінгі қылғына өз-өзіне таңғалып отыр. Болаттың опасыздығын білгеннен бері өмірге деген құштарлығы жоғалып кеткендей ме? Мына хатты оқыған соң мойнынан бір алып күш түскендей күйге енді. 10 күнде Болатты көрмейтініне іштей қуанып тұр. Бірден жаңа ғашығымен кеттім екен деген ой келгенімен тіпті қызғанбайтын ба, бірдеңе ішінде үзіліп кеткендей. Не дегенмен де Болаттың қасында ішінде қайнап жатқан ашу-ызаны білдіртпей, ештеңе сездірмей жүре алу екі талай еді. Ойлап қарса балалары да есейгеннен бері олармен де аралары алыстап бара жатқандай. Бұрынғыдай аналарына сырларын айтып еркелемейді. Тамақтарын ішіп алып, өз бөлмелерінде телефондарын шұқылап, сабақтарын қарап, әркім өзімен өзі. Жалғанда жалғыз қалғандай көңілі қайта құлазыған Айнұр терең күрсініп төсегіне қисая кетті. Ал енді 10 күні бар. Осы күн не өзгеріп кетеді, бірақ 10 күн ішінде. Осылай ой шырмауына шыға алмай жатып, 2 күнгі ұйқы жеңіп, қатты ұйықтап қалған ол түс ауа бірақ оянды. Балаларын мектептен қарсы алып тамақ ішуге отырған. Құлақ қаптарын шешпей үнсіз тамақтанып отырған екеуін әңгімеге тартып көріп еді. Иә, жоқтан басқа жарытып ештеңе айтпай қиын сабақтарын сылтауратып, өз бөлмелеріне кетуге асықты. Біраз фотоальбомдарын ақтарып, Болат екеуінің балаларымен жүздері бақыттан бал-бұл жанып, түскен суреттерін көріп, көзінен жасы еріксіз төгілген. Айнұр Болатқа хабарласпақшы болып еді, онда оның телефоны сөндіріліп тұр екен. Міне содан бері 5 күн су ете қалды. Болат тек бір рет хабарласып, енді ауылға кететінін, ол жақта байланыс болмайтынын айтқан. Үйіне келсе бойын көңілсіздік жаулап алатын Айнұр қазір күнделікті жаттығудан соң дүкен аралап, сенделіп бос жүріп, үйіне кеш бата бірақ келетін болған. Күнделікті таңғы асын Дархан екеуі бірге ішуді әдетке айналдырған. Өте ашық ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін әңгімешіл Дарханды Айнұр өз бауырындай көріп, бауыр басып қалды. Бірақ кейде оның өзіне біртүрлі қарағанмен секем алып қалады. Жасы небәрі 26-дағы жас жігіттің өзіне тесіліп қарап қалған көзқарасынан өзін ыңғайсыз сезініп не істерін білмей, беті қызарып шыға келетін Айнұр. Қой, бұным қайсызғаным. Әлдене ойыма келетін несі? Жап-жас жігіт маған қызығатындай мен кіммін? Деп өзін өзі жерден алып, шерге салып, өз ойынан ялып қалады. Басынан ақ 2 ересек балалары барын, күйеуімен тату-тәтті өмір сүріп жатқанын айтқан. Күйеуіне деген өкпесін шете танымайтын адамға жайып салатын ақымақ емес қой. Сондықтан Дархан да оған жанына жақын апайындай қарайды да. Осылай біраз көңілі тыныштанып жай тапқан Айнұр бүгінде Дарханның айтқан күлдіргі әңгімесіне шексілесі қатып күліп отыр. Шыны керек, осы Дарханмен өткізген уақытында өміріндегі келеңсіз жайттар ойынан шығып, жаны серпіліп қалады. Тіпті ол жұмысына кіріп кеткенше соңынан қарап тұрып, үйіне қайтқысы келмей шаршағанша жүріп, түс ауа еріксіз үйіне қайтатын болған. Бұрындары өзіне сондай ыстық көрінетін үйі сұп-суық болып кеткендей. Осы жай ойына түсіп кеткен Айнұр күлкісін қойып, мұңая қалады. Түх, Айнұр, сіз бар ғой кейде құбылмалы сынап сияқтысыз. Біресе жадырап отырасыз да лезде көзіңіз мұңайып шыға келеді. Себебі не екен осы құбылыстың деген Дархан орнынан тұрып бұның бетінен шымшып алды. Бұндайды күтпеген Айнұрдың беті алаулап шыға келді. Қойыңызшы Дархан, қайдағын айтпай. Несіне мұңаямын? Сізге солай көрініп кеткен шығар деп бетін ала қашты. Маған осы сіз деп сызылғаныңызды қойыңызшы, мен де енді сенге көшсем қалай болады деп көзін қысқан Дархан қуқтыңдап қояды. Жарайды, сен де бер маған да. Қанша дегенмен менің жақтықтырушымсың ғой, деп күлімсіреген Айнұрдың көңілі көтеріліп қалды. Айнұр, мен сені бүгін кешке туған күніме шақырғым келіп тұр. Келісесің ғой, иә? Ой, маған неге ертерек ескертпедің? Бүгін туған күнің бе? Деп сасып қалған Айнұрдың Дарханның ұсынысын қабылдауына тура келді. Сөйтіп кешкісін балаларына құрбысының үйіне барып кешірек келетінін айтып, Дархан айтқан мекен жайға келді. Бұрын соңды бұл жерде болмаған екен.
Сыртынан қарасаң әдемі көрінбегенмен, жоғары қабатта орналасқан мейрамханаға кірген Айнұр көз алдындағы керемет көрініске қарап таңырқағанын жасыра алмады. Көп қабатты ғимараттың шатырында орналасқан мейрамханада ашылған көрініс керемет-ақ екен. Алыстан мұнартқан таулар мен тау етегінде орналасқан қала шамдары жалтырап, аспандағы жұлдыздармен ұштасып жатқандай. Таза ауада жайылған дастархан мен бойды үйрететін әсем әуен жүрекке сондай жағымды естіледі. Бұған қолын көтеріп, қарсы алуға асыққан Дархан да бүгін ерекше сәнді киініпті. Үстіндегі ақшыл жейдесімен қою көк түсті шалбары денесіне сондай жарасып тұр. Айнұр, сен келмей қалама деп қатты уайымдап отыр едім. Келгенің қандай жақсы болды? Кел төрлет деп құрақ ашып, қарсы алған жігітке қолындағы сыйлығын ұсынып, жайылу тұрған дастарханға жайғасты. Туған күн құрметіне аздап шарап ішсек қалай қарайсың? Тапсырыс берейін деді. Жоқ, мен көлікпен келдім. Көбі тұра алмаймын, тек сені құттықтап шығуға үшін келдім. Осылай басталған кеште екеуі дәмді тағамдардан ләззат алып, ашық жарқын әңгімелесіп көңілді отырды. Баяу ән ырғағымен бәліс билеуге шыққан Айнұр Дарханның қолдарының дірілдеп